Так, қайырлы күн, шабандоздар. Интернеттің нашарлығына байланысты шыға алмай отырмық. Так, мен сіздерге бүгін компьютермен қалай монтаж жасау керек, соны көрсететін боламын. Бұл керемет программа бар. Filmora деп айтылады. Қазір соны көрсететін боламын. Так, ол үшін не істейміз? Компьютерге кіресіздер. Мынандай программа бар. Filmora деген. Так, оны қайдан аламыз? Так, ол үшін YouTube'ға кіресіздер. YouTube'ға кіресіздер да Filmora деп жазасыздар. Так, Filmora. Так, лучшая программа Filmora. Осыған кіресіздер. Так, осы жерде астында сілтемелер болады. Міне, ссылка на программа Filmora деген. Осыны басасыздар да көшіріп аласыздар. Неге бұл жерден? Өйткені бұларда подвойный знак болмайды біріншіден. Екіншіден сапасы жақсы болады. Ал Google-дан іздесеңіздер, көбісі регистрация сұрайды, не сұрайды, сонымен үшін. Так, бұл жерде просмотрларын қарайсыздар, содан кейін астыңғы жағында нелер болады, отзывтар болады. Егер нормальный болса, осылардан көшіріп аласыздар. Так, бұны жауа салайық, керек емес. Так, дауыс микрофонмен сөйлеп тұрмын, сол уақытта музыкалардың дауыстары шықпай қалуы мүмкін. Так, міне көшіріп алдық. Бұл неге бұл программа? Бұл программа өте керемет, өте ыңғайлы жасалынған. Мынандай да программалар бар, Adobe Premiere Pro. Ол программамен жасауға да болады, бірақ ол үшін сіздерге қиын болады. Сол үшін сіздерге осы программаны үйренгендеріңіз дұрыс. Мынада жасаған программаның бәрі осы жерде бар. Так. Бұл жерде не бар? Бірінші өлең қоюға болады, титр қоюға болады, переход қоюға болады, эффекттер қоюға болады, элементтер қоюға болады. Так, бізге бірінші керек мынандай видеолар мына жерге алып қоясыздар. Өздеріңіздің түсірген бағдарламаларыңыздан. Так, свет нашар. Міне салынды. Мына медиа дегенді басасыздар, сол кезде осындай нелер қойсаңыздар болады. Так, енді бұдан кейін мынаны аласыздар да осы астына қоя бересіздер. Керек видеоларыңыздан. Так, енді осыны қойып көрсеңіздер болады. Мысалы, қай жер керек? Негіз жалпы кадрда лажы болса 3, мен баған жасап көрген екем, кадрды етсілейм. 3 секунд бір кадрдан алсаңыздар болады, өйткені көп адам тыңдай көрсе жалық бітеді сол үшін. Бір кадрда 3 секундтан аспау керек. Осы жерде примерно кесетін болсаңыздар, нарада қайшының суреті бар. Сообщилатын тексеріп қоясын. Жүріп отыр екен. Қайшының суреті бар, осының үстінен бір рет басасыздар да, мышканың сол жағын басып, delete дегенді удалить етпейсіздер. Егер бір нәрсені дұрыс жасамасаңыздар, Ctrl-Z деген бар. Соны бір рет басасыздар. Болмаса, так, нарада назад деген кнопка тұрмын. Осыны басасыздар, қайтып келеді. Вперед, ол қайтадан орнына барады. Так, түсінікті ғой, Так, келесі кадрды тоже көріп аласыздар. Так, на кадрды алайық. Примерно қайшын алып кесеміз. Delete. Так, 3-ші кадр. Так. Так, мына жерін алайық. Тоже delete. Так, мына жерін алайық мені. Так, мына кадрларымызды алдық. Енді көріп шығасыздар осыны. Так, болды. Так, енді бұған
мынандай знак қойсаңыздар болады или логотип қойсаңыздар болады. Логотипті тоже PNG форматта көшіріп аласыздар мысалы. Так, PNG форматта, диск, Photoshop. Так, PNG форматта мынандай бар екен менде. Жоқ, бизнес постатқа бар екен. Аны аласыздар да осының үстіне қоясыздар. Осыны аласыздар да мына жаққа тастайсыздар. Егер до конца қою керек болса, соза саласыздар. Не үшін PNG формат болғанда мынада арты көрінбейді, сол үшін мынаның үстіне басасыздар да. Мына бұрышқа или мына бұрышқа қойып қоясыздар. Қарапайым үстіне қоя саласыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай қойсаңыздар болады. Так, ендігі мәселе еді өлең қою керек, аудио. Аудио үстіне басасыздар. Кез келген өзінің өлеңдері болады. Осы арадан қойсаңыздар болады. Оны қалай тыңдап көресіздер, мынаның үстіне бір рет басасыздар. Мынаны тыңдап көресіздер. Так, дауыс шықты. Өзіңіз қоятын болсаңыздар, мынаның астына тартасыздар. Араға импорт музыка деген жазасыздар. Так, мен қойып қойған екем. Осыны келесіздер да астына қоя саласыздар. Nereden masal olayım yani. Kaçını alıp kesip sayıslarda. Acayip alıp sayısları. Tamam koyayım. O sayıdan masal falan kesip sayısları. Так, нарда қараңыздар, өлең сразу басталып кетіп жатыр, иә? Бұны бірінші жай басталып келіп, қайтадан жылда резко басталу үшін нарда мынау ақ знак тұр мына жерде. Сол жерге апарасыздар да, жай оған қарай тартсаңыздар, мынандай шығады. Соңына да қойсаңыздар болады примерно. Сол кезде резко басталмайды, резко бітіп қалмайды. Так, кей кезде болады, музыка қатты шығып кетеді, сол уақытта қолдың суреті шығады, астына қарай сәл тартсаңыздар, мына өлең дауыс басылды. Сөйлеген сөздеріңіз естілмей қалмақ үшін. Так, егер видеоның дауысы керек емес болса, мынада тоже қолдың суреті шығады, астына қарай тартсаңыздар, видеоның дауысын өшіріп тастайсыздар. Ол дауыс керек болса, мынаның дауысын басасыздар. Так, енді мынандай болуы мүмкін. Видеоны аудиодан отделить етіп тастау. Мысалы, үстіне қарасыздар. Оң жағын басасыздар. Отделить аудио деген бар. Мынарда аудионы алып тастаңыз. Осыны аласыздар, делete болып тастайсыздар. Керек болмаса егер. Отделить аудио. Өртеп тастайсыздар. Осылай жазсаңыздар болады. Так, енді бізге переход. Переход деген екі кадрдың ортасын қосатын нәрсені айтады. Мысалы, мынаны алайық. Бұл дайын переходтар. Ортаға қоямыз мысалы. Қараңыздар. Мына көрдіңіздер ме? Екеуі басылып кетті. Стиковать еткен жерде айтады ма? Шесть қойсаңыз болады мысалы. Резко басылып кетті. Келесі переход болады мысалы. Бұл переходтарды негізі желательно көп қолданбаңыздар. Так,
Үшінші эффекті. Эффект деген нәрсе, міне дайын эффектілер бар. 333. Арадан көптеген переходтар бар, эффектілер бар. Соны аласыздар да мына үстіне қойсаңыздар болады. Мысалы, бір кадрдың үстіне қоятын болсаңыздар, біреудің үстіне қоясыздар. Егер общий қоятын болсаңыздар, так келгіміз болса Ctrl-Z. Мынаны әкеліп қоя салсаңыздар болады. Линияның жоғары жағына қоясыздар да мынаны да конструктор саласыздар болады. Өзгереді. Егер цвета коррекция керек болса, мынаның үстіне 2 рет басасыздар да мына жерден өзгертуіңізге болады. Эффекттің цветтерін өзгертсеңіздер болады. Окей. Так, енді переход көрсеттім, эффектін көрсеттім. Мынарда кез келген эффектілер бар, қойып көрсеңіздер болады. Так, элемент деген ол детский болып кетеді. Негізі желательно көп қолданбаңыздар. Так, енді бізге астына нөмір жазу керек, титр қою керек. Так, мынандай нәрсе қолдансаңыздар болады. Титр деген нәрсе бар. Бұда да тоже көптеген титрлар бар. Мынандай жазу шығады мысалы. Мынандайлар мысалы. Мынаны алайық, қолданып көрейік осы. Не істейміз? Так, мынаны аламыз да, мынаның астына қоямыз. Мысалы, мына жазу шықты. Бұны қалай өзгертеміз? Мынаның үстіне 2 рет басасыздар. Бұны выделить етіп аласыздар да, үстіңгісін алып тастайсыздар. Егер керек емес болса, астын алып тастайсыздар. Мына жерге жазамыз. Мысалы, бизнес бастау. Бизнес бастау. Тараз. Тараз. Егер де жазуларыңыз кішкентай болып қалса, мынаны өзгертесіздер. Ең бұл керек болса, мынаны жылы тастадым. 40 деп қойып келмеймін. Так, мына қараңыздар, мынада жазу көрмей қалды. Ол үшін расширение деген басасыздар. Мынада цвет деген тұр, соны басасыздар. Өзгертсеңіздер болады. Көп қызыл қылып деген сияқты. Көкті алайық. Астында граница деген бар, мына сыртына не қойылады, обвод қойылады. Міне, мынандай қойылады. Бұны тоже өзгертуге болады, кез келген цветке. Так, одан кейін тең қоюға болады үстіне. Арада нелерін өзгертуге болады. Прозрачность өзгертуге болады. Так, бұны жасап болғаннан кейін, мынада окей деген шығады. Окей деген басқа саласыздар. Окей, міне өзгерді. Так, бұған да анимация қоюға болады. Мына жерде анимация деген тұр. Үстіне 2 рет бассаңыз, мұны жазу шығатын кезде анимация қалай шығу керек. Сол тексеріп қоя аласыздар. Мен осылай окей басасыздар. Так, енді бізге YouTube-та мысалы лайк бас, WhatsApp-та, Instagram шығуы мүмкін, сондай нәрсе қалай қоямыз. Так, ол үшін тоже YouTube-ға кіреміз. Көшіріп алмаймын. YouTube-ға кіресіздерді, міне хромакей деп жазасыздар. Хромакей, WhatsApp, хромакей, Facebook, YouTube, лайк деген, хромакей деген сөз, жасыл фон деген сөз, болмаса ондай көк фон деген сөз. Осыны көшіріп аласыздар. Көшіріп алып қойдым, по-моему. Так, файлға қойып аласыздар. Аны аласыздар, мына жерге қоясыздар. Үстістерді кез келген жерге қойсаңыз болады.
Мына тексеріп аласыздар, қай кезде шығу керек. Мына кішірейтетін болсаңыздар, мына жерде кішірейтсеңіз болады. Или мына жерден қозғалтсаңыз болады, кішірейіп. Так, біз WhatsApp-ымызды алайық, қалғанымызды шығады. Мына шықты. Былай шықты. Вот. Так, мына кешемізден аяғына тіземіз керек емес. Анда көріп аламыз, примерно. Осы адамасы кесіп алайық, негізі көреміз. Осы адамасы қосып болды. Шығады. Былай шығады. Так, мынаны қалай бастаймыз? Так, осыны бүйтесіздер. Мына үстінен сол бір рет басасыздар да, сол оң жағын басасыздар. Сол жерде зеленый экран деген бар. Соны басасыздар. Мынандай нәрсе шығады. Мынада карандаштың суреті шығады. Соны бір рет басасыздар. Мына жерге барып басасыздар. Болды. Сол кезде біздің неміз алып тастайды. Көрдіңіздер ғой? Окей. Енді бұл жерге жазуымыз керек. Жазуым қай керек қой деген. Осындай сөз жазып аласыздар. Осы арада кез келген нені қоясыздар. Жазуды. Мынаны тоже анимациямен келтіруге болады. Қалай шығу керек. Осы арада тоже болмаса басқа титр қойсаңыздар болады. Қалай шығу керек. Так, түсінікті. Көп ұзақ уақыт түсіре алмаймын, өйткені свет нашар. Баса алмай қалады. Осы араға YouTube қойсаңыз болады, лайк қойсаңыз болады, тіркелгенді қойсаңыз болады. Жалпы осылай міне. Тыңдап көрейік. Сақтайтын болсаңыздар, жоғары жақта экспорт деген бар, соны басасыздар. Так, мына арада видеоны таңдау қай жерге сақталу керек, пактыны таңдайсыздар. Желательно д-ға сақтағандарыңыз дұрыс. Сосын ол қай немен тұр, расширениемен тұр, сол тұра берсін. Размер тура осылай қойып тұра берсін. Экспорт деген басасыздар. Экспорт деп сақталады, шамалы уақыт алады, сосын найти цель дейді, содан тауып аласыздар. Міне бүгінгі сабақ осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы түсіретін боламын сабақтарды.